Бас қатырар жайым жоқ өсекке мен, жай жүрсең де қалмайды өсек деген. Қызыл тілге сүйенген пендеге емес, жаратқанның алдында есеп берем. Ақталмаймын және де ешкімге де, жазғыруға хақы жоқ ешкім мүлде. Періште емес бәрінде қателік бар, кемшіліксіз пенде жоқ жер бетінде. Ұнамайын ұнауға тырыспайын, тірлік үшін жағынып жуыспаймын. Ей адамдар, түзегін өздеріңді, өз қатемді мен өзім дұрыстаймын. Бар дегенді байқамай, жоқ дегенді байқады. Сен туралы бір күні ол біреуге айтады. Көңіліңе алмағын, көмегіңді аяма. Адамдардан қайтпаса, бір Алладан қайтады. Маған жоқ деген адамдарға алғысымды білдіремін. Себебі солардың арқасында бәріне өзім қол жеткіздім. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Сабыр мен сенім біріксе, таусылмас өмір ғажабы. Адал бол, әркез адам бол, біткенше өмір парағы. Асықпайтын уақытта асығамыз, ақиқатты несіне жасырамыз. Жолға шықсақ жетуге асығамыз, жете салып кетуге асығамыз. Таңда бала-шағаға асығамыз, түсте алар ақшаға асығамыз. Мүлт кеткенді тергеуге асығамыз, біреу өлсе жерлеуге асығамыз. Таныса сап дайынбыз достасуға, амандассақ қаяумыз қоштасуға. Үйлене сап жатамыз ажырасып, асығамыз болуға тағы ғашық. Жағаласып сандалып сабылысы, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат жозып. Уақыт жоқ деп бас ұрамыз, осы біздер қай жаққа асығамыз. Үміт үзбе бір ісің оңбағанда, қайғы мен мұң басыңа орнағанда. Аспандағы күнді де байқамас ек, қараңғы түн қара бұлт болмағанда. Жақсыларды жүрсеңдер жамандамай, өмір сүрер едік қой алаңдамай. Қадір бар адамды ит қылатын, ит құрлы қадірі жоқ адамдар-ай. Өмірің өксітіп жылатпасын, қол жайып наданнан сұратпасын. Жалғанда жаратушы жар болып, сансыз сынақтардан құлатпасын. Аллах кейде ең әдемі есіктерді ашу үшін құлын тар есіктен өткізеді. Тура жолмен қанша жүрсең де, қисайған көлеңкеңнен кемшілік табатындар болады. Ең сенімді адамды көргің келсе, айнаға қара. Себебі сен жылағанда ол күлмейді. Ақша дейміз, жармасамыз, ақша үшін санасамыз. Ақша үшін бәрін сатып, ақшаға біз таласамыз. Ақша адамды батыр қылады, ақша адамды кәпір қылады. Ақша адамды биік қылып, ақша адамды төмен қылады. Ақша адамды сынап көріп, ақыр соңында алып тынады. Өкінбе жалғыз жүрмін деп, несіне өмір сүрдім деп. Бәрінің де аты жалғыздық, келеді бәрі бір-бірлеп, кетеді бәрі бір-бірлеп. Ең сенімді адамды көргің келсе, айнаға қара. Себебі сен жылағанда ол күлмейді. Басыңа қайғы және жоқшылық келген кезде, жаныңда екі досың болуы керек. Бірі шүкір, бірі сабыр. Кейде менің көп уақыт үндемеуім, көңіл күйімнің жоқтығы емес. Маған негізі үнсіз жүрген көбірек ұнайды. Өмір деген осы. Бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Барлығы сен ашуланып ұрсады деп ойлаған жерде сабыр сақта. Барлығы сен тізерлеп жылайды деп ойлаған жерде күлімде. Адамдарға ешқашан әлсіз тұсыңды көрсетпе. Өзіңді шаршатпа. Көңілі толмайды бұл адамдардың. Үндемесең мылқау, сөйлесең дөрекі деп санайды олар. Қателердің мың түрін жасайды да, саған келгенде сенен мінсіздік іздейді. Сөзге бола жұлыспа, ашуланба, ұрыспа. Өз қатеңмен күресіп,
өз өміріңді дұрыста. Әр жағдайды айтпа, қадірсіз боласың. Барлығына сене берме, жолда қаласың. Әр құпияны ашпа, жалғыз қаласың. Адамның көзі оның ішкі дүниесін көрсететін айна іспеттес. Сондықтан жанымыз ауырғанда жанарымызды ешкімге көрсетпей бұрып әкетуге тырысамыз. Мен жайлы не ойласаң да ой сенікі, өмір менікі. Өміріме өзгелердің ойы мен сөздеріне орын жоқ. Біреуге ұнауға міндетті емеспін. Тілден зікір, көңілден пікір. Өмірімде екі адамды ешқашан ұмытпаймын. Мұқтаж кезімде жанымда болғанды және қиын заманда жалғыз тастап кеткенді. Байлық басты мұрат емес, қарапайым болу ят емес. Адам болып келген соң өмірге, адам болып кету басты міндет. Біреуден ізет көргің келсе, өзің көрсете біл өзгеге құрмет. Адам бір нәрсеге қолы жеткенше әрекет етеді. Қолы тиген соң бір жерге ысырып қояды. Шынайы құнын оны жоғалтқанда ғана түсінеді. Мен Алладан ештеңе сұрамаймын. Себебі ол мен айтпасам да бәрін біледі. Мен тек одан қателерім үшін кешірім сұраймын. Бұл өмірді барлығы әділ дейді. Мына тағдыр адамның жанын жейді. Тірісінде мақталған адам бар ма, тек қана өлген кезде қадірлейді. Саған сенетіндерді, сені сыйлайтындарды, сенің қадіріңді білетіндерді ғана бағала. Солар ғана сені бағалай біледі. Басқаларға уақыт жоғалтпа. Өмір сен ойлағаннан да қысқа. Кейбір адамдар өзіне емес, өзгеге көп талап қойғыш. Өзгелерді кінәлауға құмар болады. Шындығында біреуді кінәлаудан оңай нәрсе жоқ. Кінәмшілдік көп жолды бөгейді. Қалыпты өмір сүруге кедергі келтіреді. Көп нәрсеге көз жұмып, пендеміз ғой деп кешірімді болған сайын, кейбір жандар өзін періште сезініп, басынып, басыңа шығады екен. Кейде күліп, қуанғым келеді. Кейде ашумен жылағым келеді. Шерімді тарқатып, бар даусыммен Алладан көмек сұрағым келеді. Өмірде қатты қиналған кезде өзімді ұстап шыдағым келеді. Жақсы адам сөзді түсінсе, сөздің сырын іздейді. Жаман адам сөзді түсінсе де, сөздің шірігін іздейді екен. Бақыт байдың сарайында да, кедейдің лашығында да болады. Бақыт тек бағалай алғанның басында, қадірлей алғанның қасында. Адамның өзгергендігінің екі маңызды негізі бар. Біріншісі ол көп нәрсені үйренгендігінде, екіншісі жаны қатты жараланғандығында болады. Гүлге мөлшерінен артық су құйсаңыз шірейді. Кісіге де мөлшерінен тыс құрмет көрсетсеңіз құтырады. Қадіріңізді білмейтін адамдар үшін босқа арпалыспаңыз. Оларды лайық адамдарына қалдырыңыз және артыңызға қарамаңыз. Дүниеде ең жек көруге лайықты кім екендігін білесің бе? Ол жүрегіңе 200-ді болып кіріп, көңіліңе түкіріп кеткен адам болып саналады. Қазақта мақал бар: ит өз құйрығын өзі алып жүрмесе, оны кім алып жүреді? деген. Оның мәнісі, адам өз көңілін өзі көтеріп жүру керек деген сөз. Ең алдымен өзіңе өзіңнің көңілің толатындай жүр, ал басқалардың пікірі ең соңғы орында тұра берсін. Бір жүректер бар, қанша ренжітсең де жек көруді білмейді. Бір жүректер бар, қанша құрметтесең де жақсы көруді білмейді. Адамнан адам бекер алыстамайды. Не тілімен, не тірлікпен, көңілге тиетін дүниенің салдарынан. Жақының жатқа, жат жақыныңа айналатын сәттер болады. Кейбір адамдар бізді төмендетіп сыртымыздан айта берсін. Ең бастысы, Алланың алдында дәрежеміз жоғары болсын. Адамның көңілі қалған кезде оған бәрібір болып қалады. Ештеңені түсінуді де, түсіндіруді де қаламайды. Өмір бізді ренжітпейді, ренжітетін адамдар.
Өмір бізді күйдірмейді, күйдіретін адамдар. Көңіліңіз қалып жатса, адамның оған бар ісі. Өмір жай ғана өтіп жатыр. Өмірдің жоқ түк қатысы.